ашейін айтып қоя саған ол болмайды ол. Аллах тағала маған бер, істеу керек, үйтеу керек, бүйту керек. Сіз тұру керексіз түнде. Өміріңізде барлық нәрсенің жақсы болуын қалайсыз ба? Дүниелік, ақыреттік, қарыз, кредит, қандай проблема бар? Барлығы тура өзіңіздің ойлағаныңыздай болғанын қалайсыз ба? Одан да жоғары болғанын қалайсыз ба? Аллах тағала сізге ризық тоқтамай беруін қалайсыз ба? Онда сіз түнде тұруыңыз керек. Күніге қиын болады тұрған. Өте қиын болады түнде тұрған. Нәпсіні жеңу, ұйқы қанбайды. Проблемалар жан-жақтан басталады, сынақ келеді. Үйіңіздегілерден сынақ келеді. Ұрыс, керіс, қырылыс басында сондай болады, бірақ басында ол. Сіз сол тахаджуд намазды күніге тұрып бастаған кезінде сынақтың көкесі келеді сізге. Бірақ қандай жағдай болса да сізді түнде ешкім ұйықтатпай қоймайды ғой. Дұрыс па? Адам баласы болған кейін түнде ұйықтаймыз. Сол үшін түнде обязательно тұрасыз. Тахаджуд намазын оқисыз. 2 рәкат өзіңіз білесіз. Таңғы намазға 1 сағат немесе 1,5-2 сағат қалған кезде тұрыңыз. Айнұр Атыбайқызынан совет. 2 рәкат тахаджуд намазын оқып, одан кейін қалған 1 сағат салауат айтыңыз. Тоқтамай салауат айтыңыз. Көзіңіз ілініп кетсе де, мысалы салауат айтып жатқан кезде дәреттің керегі жоқ қой. Тахаджуд намазына дәрет керек. Тахаджуд намазын оқып боласыз, дұғаңызды қыласыз. Бірінші Аллаға мақтап, одан кейін пайғамбарға салауат айтып дұға қыласыз қой. Содан кейін барып салауат айтасыз. Салауат айтып отырасыз. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. 1 сағат тоқтамай айта беріңіз. Үзбеңіз. Ұйықтап қаласыз ба? Ештеңе емес. Бұл жерде дәреткер жоқ. Қайттан тұрасыз, айта беріңіз. Мүмкін, иншалла, ұйықтап кеткен кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды түсіңізде көру. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды түсіңізде көру, ол адамның адамға бұйыра бермейді. Бірақ сіз көресіз. 1 ай тоқтамай оқыңыз да, мына өміріңіз кәдімгідей өзгергенін қалай көресіз өзіңіз. Мына қап-қара болып тұрған жері аппақ болғанын көресіз өзіңіз. Бірақ 1 ай ғана оқып қоймай, тоқтамай оқисыз. Тахаджуд намаз деген түнгі намаз. Ол анамның адамға бұйыра бермейді ол. Ол біздің сахабаларымыз 1 жыл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен бірге 1 жыл оқыған. Ары қарай да үзбеген. Сондықтан біз үзбесек, иншалла бәрі